жыртқызбай батырлықтың білген бағасын, алдаспан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын. Сақты болып сақтардың түлігімді тезіп баққанмын, және бекері қолыммен қазығымды алғаш қаққанмын. Бес асыр салып араға арайланып атқан ақтаңмын. Түргінің тамшы жаңбырымын, сақ пенен ғұнның тағдырымын қараған. Алуан заман кешкен елмін, күш қуат алып өскен елмін даладан. Арнамыз асқақ айбыным деп, бірлігім бақыт байлығым деп санаған. Кешегі қазақ хандығымның бүгінгі ғажап пән жырымын жаңадан. Қасымхан болған тарланым, есім ханым асқақ саңғарым, шамшырақ қылып ертеңге төке ханым жазған заңдарын. Абылай қосып басымда орындалған еді арманым. Арындап алға ұмтылған, жүрегінде талай сүр тұнған, қылығы таза қыз туған, арғымаққа мінер ұл туған. Бұл күнде әлем таныған, біз тәуелсіз елміз құлпырған. Шапанас болған батыр елмін, кешімін жыршы ақын елмін бұрыннан. Бабалар айтқан өсиетін, бойына қонған қасиетін ұғынған. Таласқан көкпен байрағы бар, құламас берік айбары бар тұғырдан. Ынтымақ тілеп тәңірімен, хандықпын хақтың әмірімен құрылған. Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің 10-шы Ә сынып оқушысы Макен Анеля. Бұл конкурсқа менің кіші отанымның болашағы атты номинациясы бойынша өз жобамды ұсынып отырмын. Бұл конкурста мен өз туған жерім Жазиралы Жаркент қаласының макетін жасап, жоба ретінде ұсынып отырмын. Макетте ең бірінші көзге түсетін нәрселердің бірі табиғат әлемі. Табиғат адамзат өмір сүріп жатқан ортақ үй, ортақ мекен. Адам мен табиғат бұлар екі ұғымдар. Сондықтан мен өз жобамда осындай табиғат әлемін көрсетіп отырмын. Ел болашағын жарқын және экологиялық тұрғыдан таза етіп елестету, ұрпақ бойына экологиялық саналы тәрбие беру арқылы мен дені сау, салауатты өмір салтын ұстанатын өзімнің құрдастарымды көргім келеді. Өйткені өсіп тұрған әрбір көктің біздің өмірімізге, оның ішінде денсаулығымызға пайдасы өте мол. Табиғат ана бізге сый берсе, біз де оған сыйға сый ретінде айрықша қамқорлық таныта білуіміз қажет. Бұл макеттегі тағы бір ерекшеліктердің бірі бұл болашақта ғимараттардың жылуды күн энергиясынан алуында. Күн энергиясы бұл қоршаған ортаны ластамайтын, пайдалануының ешқандай биологиялық қауіптілікпен байланысы жоқ энергияның ең таза түрі. Яғни табиғат пен адам тығыз байланысты ұғым болуына байланысты мен күн энергиясын жобама қостым. Шексіз әрі зиянсыз және тегін күн энергиясы таза табиғат және мықты экономика үшін өте маңызды болып табылады. Білім беру балабақша табалдырығынан басталады десек, ешқашан қателеспейміз. Барлық білімнің бастауы балабақшада. Мектепке дейінгі мекемелерде білім беру саласының басты міндеттерінің бірі өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру үрдісіне заманауи әдістерін енгізу. Әрине, бұл үшін балабақшаларда балалардың жеке басының қалыптасуы, сауатты қолдана білу қажет деген оймен мен өз жобамда балабақшаны көрсетіп отырмын. Жаңа заман баласы ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын қалыптастырып, дамыту үшін тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр-сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай жасау қажет. Әрбір мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады. Ертең осы елге ие болып тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, қазақстандық барлық мектептердің бүгінгі жайы, даму бағыты мемлекеттің назарында.
Сапалы білім, саналы тәрбие беру әр ұстаздың алға қойған міндеті. Анасындай көріп алашын, жауына жаға жыртқызбай батырлықтың білген бағасын, алдаспан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын. Сақты болып сақтардың түлігінде тезіп баққанмын, және бекері қолыммен қазығымды алғаш қаққанмын. Бес асыр салып араға арайланып атқан ақтаңмын. Түркінің тамшы жаңбырымын, сақ пенен ғұнның тағдырымын тараған. Алуан заман кешкен елмін, күш қуат алып өскен елмін даладан. Арнамыз асқақ айбыным деп, бірлігім бақыт байлығым деп санаған. Кешегі қазақ хандығымның бүгінгі ғажап ән жырымын жаңадан. Қасым хан